Ыбырай Алтынсарин мақта қыз бен мысық ертегісі. Ертеде бір қыз болыпты. Оны бәрі мақта қыз деп атайды екен. Мақта қыздың жақсы көретін мысығы болған екен. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп бір мейіз тауып алады. Бөлісіп жемек болып мақта қыз мысығын шақырады. Мысығым, 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 ау, қайдасың? Мысық болса, күннің көзінде маужырап ұйықтап жатып, мақта қызға баруға ерінеді. Мақта қыз мысығын шақыра-шақыра, күте-күте келмеген соң, мейізді өзі жеп алады. Біраз уақыт өткен соң ұйқысы қанған мысық мақта қызға келеді. «Я, мақта қыз, мені неге шақырдың? Мяу!» дейді. Мақта қыз: «Шақырғанда келмегенсің, енді айтпаймын» дейді. Мысық: «Айтпасаң айтпа, мен сенің қатқыңды төгіп тастаймын, мяу» дейді. Мақта қыз: «Ал мен сенің құйрығыңды жұлып аламын» дейді. Сонымен мысық қатықты төгеді, мақта қыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Екі дос екі жаққа ренжісіп тарайды. Біраз уақыт өтеді. Бір күні мысық мақта қызға келіп, құйрығын сұрайды. Мақта қыз: «Сен менің қатығымды қайтарып бер» дейді. Мысық амал жоқ сиырға барады. «Сиыр, сиыр, маған қатық берші, мяу» дейді. Сиыр: «Мө, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші» дейді. Мысық ағашқа барады. «Ағаш, ағаш, жапырағыңды берші, мяу» дейді. Ағаш: «Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін» дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. «Қыздар, маған су беріңдерші, мяу» дейді. Қыздар оған: «Сен бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз» дейді. Мысық дүкенге барады. «Дүкенші, дүкенші, маған сағыз берші, мяу» дейді. Дүкенші: «Маған жұмыртқа әкеліп берсең, саған сағыз беремін» дейді. Мысық тауыққа барады. «Тауық, тауық, маған жұмыртқа берші, мяу» дейді. Тауықтар: «Қыт, қыт, 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 бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз» дейді. Мысық не істерін білмей басы қатып келе жатса, ін қазып жатқан бір тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салып ұстап алады. «Жаныңның барында айт, үйіңде не бар, мяу» дейді. Тышқан қорыққаны соншалықты: «Үйімде бір табақтары бар» дейді. Мысық: «Маған бір уыс тары бер» дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарды қуантады. Қыздар мысыққа су береді. Суды апарып ағашқа беріп, шөлі қанған ағаш қуана-қуана жапырағын береді. Жапырақты алып сиырға келіп береді. Сиыр қатық береді.
қатықты апарып Мақтағызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Осылай Мақтағыз бен мысықтың достығы әрі қарай жалғасқан екен.